Қалайсың, қызым? Сабағыңа барып келдің ба? Иә, барып келдім. Мен қойыңызшы, өзіңіз қалайсыз? Дәріңізді уақытында іштіңіз ба? Іштім. Уайымдама. Бәрі жақсы. Жарайды. Мен онда сізге тамақ дайындайын. Түскі асында уақыт өтіп кетіпті ғой. Сізге тамағыңызды уақытында ішу керек. Әйтпесе дертіңіз күшейіп кетеді. Алтыным сол. Өркенің өссін. Рахмет саған. Әке, маған ақша бермейсіз ба? Алдын айтқан едім, қыздармен киноға барам деп. Ой, бұл қызым есімнен шығып кетті ғой. Қанша керек еді? Қазір киноға кіреміз, сосын бургер или пицца жейміз қыздармен. Сосын таксимен өзім үйге қайта берем ғой. Жарайды, қызым. Онда Каспий голдың өзім аудара салам. Жарайды, әке. Жақсы. Маржан! Қалайсың? Тура, Аружан, сен күткеніме баққанда 1 сағат болды. Қайда жүрсің? Ренжімеш, Маржан. Папа машасын әкеп тастаған ғой. Bir жерге кіріп, біраз күтіп тұрдық. Жарайды, ренжімеймін ғой. Білесің ғой, мен сондай ақылы жақсы қыз екенімді. Айтқандай. Иә, Шопанға келетін болды ма? Шопанға хабарласқан, бірақ ол келе алмаймын деді. Білесің ғой, оның әкесінің жағдайы нашарлап кеткен. Сабақтан шыға салып, әкесіне көмектесуге дәрісін береді, тамағын береді, соған. Иә, бірақ. Сонымен, киноға кіреміз ба, не тұрыс? Кеттік. Онсында 1 сағат күттім ғой, сен баққандай. Болдым, қызым. Қинамаш. Келдің бағанасы. Иә, қалайсың өзің? Дұрыссың ба? Шүкір. Әкеңнің тамағын бердің ба, қызым? Иә, бердім, анашым. Бірақ тәбетім болмай тұр деп онша ішкен жоқ. Оның не отағасы? Өзіңді қинап болса да ішсеңші. Кішкене болса да күш қуат болады ғой. Тартқанша іштім. Рахмет. Маған қарамаңдар. Сендер одан да өздерің барып тамақтарыңыз ішіп алыңдар. Мен жатып демалайын. Неге тамақ ішпей отырсыз? Тамағымнан қалай ас өтсін, қызым? Әкеңнің халі анау. Жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Көз алдымда сөніп барады. Бұлай кете берсе бас иемнен айырылып қалам ба деп қорқам. Емдетейін десем жағдайымыз жоқ. Бір кітапхананың жалақысы қайда жетеді, қызым? Анашым, онда мен де жұмыс істейін. Табысымды жинап сізге беріп отырам. Әкем неміне бірге ақша жинаймыз. Алтыным ау, ақылыңнан айналайын. Қайдағы жұмыс? Сенің оқуың керек. Сенің жұмысың, сабағыңды жақсы оқу. Оның үстіне жасырып қайтайын. Екеуміз өмір бақи жұмыс жасасақ та, әкеңнің еміне жететін ақшаны жинай алмаймыз, қызым.
айтқандай, Аружан, ертең қайда барамыз? Мектепке барамыз. Жоқ, мектепке баратынымыз білем ғой. Мектептен кейін деймін. Мектептен кейін үйде болатын шығармын. Күнде қаңғыра беру міндет емес шығар. Жоқ, оны қаңғыру демейді Аружан. Оны қалаға шығып, бір мезгіл қыдырып қайту, демалып қайту дейді. Сені білмеймін, өз басым үйде отырсам, ішім пысып кетеді. Жарайды, ол жағын көре жатармыз. Айтқандай Шолпанға хабарластың ба? Жоқ. Үйінде болса, әкесінің жағдайын біліп қайту керек еді. Я, оның әкесі ауырып жатыр деп айтқан еді ғой, шынымен хабарласып көрейінші. Жағдайы қалай болды екен? Я, хабарласып көрші. Солай қыздар. Әкемнен айырылып қалам ба деп қатты қорқам. Не істеуге болады айтыңдаршы. Бір анамның табатын табысы әкем еміне жетпейді. Әкем жазылып кететін болса, кез келген нәрсені істеуге дайынмын. Не істеуге болады, бір амалын айтыңдаршы. Жалмаш Шолпан, мүмкін әлі бәрі жақсы болып кетер. Тек таусыла бермеші. Я, Шолпан, тек сабыр етші. Бәрі жақсы болып кетеді. Асқар тауым әкешім, осы дертінен айығатын болса, одан басқа арманым жоқ. Аружан, Маржан, сендердің Инстаграм парақшаларында оқырмандарың көп қой. Мүмкін көмек сұрап, бейнеролик түсіріп, сендердің парақшаларына салсақ. Біздің әлемде де иманды, көмек қолын созатын жандар көп қой. Мүмкін көмектесер? Я, әрине, негізі жақсы идея. Бұл жақсы идея емес, керемет идея ғой. Біз роликті бүгіннен қалдырмай түсіру керекпіз. Ешқандай уақыт жоғалтуға болмайды. Жарайды. Онда ертең біздің үйде кездесейік, я? Әкеме білдірмей түсіруіміз керек. Себебі әкем біреуден көмек қолын сұрағанды ұнатпайды. Жарайды, онда қыздар, мен кетейін. Жақсы, мақұл. Пока. Я, бәке, жарайды. Онда сол ертең келіскен жерімізде кездесіп, сол жерде бизнес туралы сөйлесе береміз. Жақсы бәке, онда сау болыңыз. Қызым, әлі ұйықтамағансың ба? Әке, не істеп отырсыз? Жай жұмыс жайлы сөйлесіп отырмын. Сен бірдеңе айтқың келіп тұр ма? Я. Айта ғой. Әке, өмірде көмек қолын созатын адамдар көп пе? Я. Адамгершілігі, қасиеті мол кісілер көп қой. Сіз өзіңізді сол адамдардың қатарына жатқызасыз ба? Қиын сұрақ екен. Бұл жайлы ойлап көрмеппін. Дегенмен, мұқтаж жандарға қол ұшын беруге дайынмын. Рас айтасыз ба? Әрине. Онда мен сізбен бір мәселе бойынша сөйлесу керек едім. Айта ғой, қызым. Оны тыңдап қана емес, орындау да керек. Жарайды, кән айтып көрші. Кел, Маржан, тыныштық па? Не ұйықтамай жүрсің? Ұйықтай алмай жатырмын, аға. Аға, мен сізбен бір мәселе жайында сөйлесейін деп едім. Я? Не жөнінде? Аға, әрбір мұқтаж адамға көмектесу, ол үлкен сауап болып есептеледі ғой, солай емес пе? Дұрыс айтасың. Ол деген өте үлкен сауап. Яғни, кез келген мұқтаж адамға көмектесу, ол мұсылманның бірінші орындағы парызы болып есептеледі. Әрине. Сіз сол шынайы мұсылман ретінде мұқтаж адамдарға көмектесуге қалай қарайсыз? Енді қолдан келсе, неге көмектеспеске? Не болды, Маржан? Жайшылық па? Аға, менің бір жақын құрбым бар еді.
Жалпы солай дәрігер. Операцияң өте күрделі екенін түсініп отырмыз. Сондықтан операцияң қанша шығын болса да көтеруге дайынбыз. Қандай да бір қымбат дәрі-дәрмектер қажет болып жатса, қысылмай айта беріңіз. Жақсы. Міндетті түрде. Одан кейін дәрігер сізге бір өтініш. Алдағы уақытта ол кісінің операциясы бар. Одан да басқа емдеу шаралары бар. Соны біздің өтіп жатқанымызды ешкім білмей қойсыншы. Ол жағы құпия болып қалсын. Неге, не себеп? Солай дұрыс болатын сияқты. Иә, солай дұрыс болады. Жарайды, қалауларыңыз.